Сәлем достар, сіздермен Арайлым. Бүгін сіздерге қол жетімді оңай жасалатын торттың рецептісімен бөлісемін. Ең алдымен ыдысымызға ұнымызды, қантты, какао және де қопсытқышты қосып араластырып аламыз. Үстіне сүтті құямыз. Одан соң жұмыртқаны салып, жақсылап араластырамыз. Осылай қою болып шыққан кезде сұйық майымызды құямыз. Оның үстіне қайнап тұрған ыстық суымызды құйып араластырамыз. Басында араластыру қиындық туғызады, бірақ уайымдамаңыздар. 1 минуттай осылай араластырсаңыздар, дәл осылай шамалы сұйық болады. Ең соңында содамызды саламыз. Үстіне жарты шай қасық уксусымызды құйып, тағы да араластырамыз. Дәл осындай шамалы сұйықтау масса болады. Табамызды қыздырып қоямыз. Қызып тұрған табамызды асын орташа отқа қойып, осылай пісіріп аламыз. Құйғаннан соң ожаудың немесе қасықтың көмегімен жайып шықсаңыздар болады. Қасықпен де жайып шықсаңыздар шамалы оңай болады. Бетін жауып 1-1,5 минуттай пісіреміз. Міне осылай көпіршіктер шығады. Сол кезде екінші бетіне ауыстырып, тағы да бетін жауып 1 минуттай пісіріп аламыз. Мінеке дайын болды. Барлығын дәл осылай жасап шығамыз. Енді барлық корждар бірдей болу үшін мен осылай арнайы кольцоның көмегімен кесіп шықтым. Бұл да маңызды емес, пышақтың көмегімен де кесіп шықсаңыздар болады. Мінеке дайын болды. Менде 18 сантиметрлік 10 корж шықты, ал жан жағы бізге әсемдеу үшін керек. Енді біз кремін дайындаймыз. Менде творожный сыр, қолдың творожный сыры. Оның жасалу жолын келесі видеода көрсететін боламын. Оның үстіне біздің сгущенкамызды құямыз. Шамалы түбіне ғана алып қаламыз. Жақсылап екеуін араластырып, осындай керемет крем шығады. Енді корждарымызды жинаймыз. Осы кольцоның көмегімен жинадым, бұл маңызды емес. Әр коржға 2 ас қасық кремнен жаға отырып, тортымызды жинаймыз. Үстіне сгущенкамызды құямыз. Ескертетін жайт, сгущенканы көп құйып қоймаңыздар. Мен байқамай көп құйып қойғандықтан осылай жан жағына төгіліп кетті. Қалған корждардың бөліктерін блендердің немесе оқтаудың көмегімен үгітіп аламыз. Міне осылай үгітіліп шығады. Жан жағына төгілген сгущенкаларымызды алып тастаймыз. Сол үшін бұл қателікті қайталамаңыздар. Ең соңында үгітілген корждармен тортымызды әсемдеп шығамыз. 1 сағатқа холодильникке салып қоямыз. Мінеке біздің тортымыз дайын болды. Өте жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. 1 жасағанның өзінде керемет болып шығады. Және де осы бір бөлігінің өзі өте тойымды болып саналады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Достар, менің каналыма тіркелмесеңіздер тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаймыз. Сіздермен бірге болған Арайдың асханасы, астарыңыз дәмді болсын.